Баты көрермен, әдетте әуесті нен кейін бағдарламамыздың жалғасы бар. Енді кезекті біздің тақырыбымыз балет ойы мен жан құбылысы деп аталады. Осындай ауқымды тақырыпта сұхбатымызды бастасақ деген ниетіміз бар. Студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар. Таныс болыңыздар. Анар Амангелдинова, облыстық балет мектебінің директоры, және де Алия Қабдахметовна, және облыстық балет мектебінің жетекшісі, және де шәкірттері Аделия және Адина есімді шәкірттермен келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай, барлығы жақсы ма? Жақсы, барлығы. Көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы балет ол үлкен әлем, адамның жан құбылысын ерекше сипаттайтын ерекше өнер ғой. Жалпы осы балет өнерінің негізгі ерекшелігі жайлы таныстыра кетсеңіздер. Мен айта берейін. Ну, большинство людей думают, ну, кто не причастен к балету, что в основном балет — это красивая осанка, стройная фигура. Это, конечно, верно все. Но если заглянуть в суть самого балета, что он может привить человеку, который занимается этим? В первую очередь это терпение. Без терпения никуда, потому что это процесс долгий, результат не бывает быстрым. Поэтому терпение, желание и трудолюбие. Балет — это очень сложный вид искусства, академический вид искусства, который требует тщательного подхода. Мало того, что отбор очень сильно идет, не каждый может попасть. И, как говорил вот Аюханов, наш незабвенный Булат Газизович, он говорил, что балет — это товар штучный. Даже если вот брать, я столько много лет работаю, принимаешь, предположим, в классе 20 человек, первый класс, и до выпуска доходит от силы, 5-6 человек. Потому что многие сходят с этого пути, они понимают, что это не для них. Нужно быть фанатом этого вида искусства, обладать очень хорошим здоровьем, выносливостью и желание, терпение, труд, систематический труд. Балет не терпит халатного отношения к себе. Если ребенок пропускает часто, то сразу видно, прогресса нет. Поэтому вот основное прививает трудолюбие, дисциплинированность, терпение. Тамаша. Енді Анар ханым, өзіңізден білгіміз келіп отыр. Жалпы облыстық балет мектебінің туралы толығырақ ақпарат беріп өтсеңіз. Жалпы облыстық балет мектебі 2001 жылдан бастап жұмысын атқарып жатыр. Үлкен нәтижелер көрсетеді. Себебі республикалық, халықаралық барлық дәрежелерде ылғи да біздің тәрбиеленушілеріміз гран-приді бірінші орынды иеленіп келеді. Бұның барлығы әрине ұстаздардың еңбегі. Себебі бұнда тек қана балетпен қоса халық биі, классика биі барлығы қамтылған. Сондықтан балаларымыз өздерінің барлық өнерлерін салып жатады. Бұнда бірнеше біздің ұстаздарымызбен қоса біздің ұжымда жұмысшылар да үлкен еңбек атқарады, әрқайсының өзінің міндеті бар. Жалпы өнер ол үлкен еңбекті, қажырлықты талап ететін өнер. Сондықтан да бұл балетке келуде балалардың бір ерекше өздерінің қабілеті деп ойлаймын. Және өздерінің қызығушылығы, ниеті әрбір баланың. Сондықтан бізге келген балалардың өте бір көрген кезде балетті сондай бір қуанышпен, демалыспен қарайсын. Себебі балалар өте нәзік, сондай бидің түрі. Және бізде үлкен есеп беру концерттер өтеді жылда. Әртүрлі семинарлар өтеді, әртүрлі конкурстар өтеді. Қосымша мектептінде атқарып жатқан қызметі бар. Барлығына да біз қуана жетістіктеріне тәнті болып қарап отырамыз. Керемет. Жалпы енді осы балет би өнеріне неше жастан бастап қатысқан абзал? Тут нужно уточнить. Если дело касается профессионального танцевания, так скажем, да, если ребенок поступает
хореографическое училище, то, собственно, после окончания 4 класса общеобразовательной школы, это 9-10 лет, они поступают в класс. И по окончании 9 класса в общеобразовательной они держат экзамен на курсы уже. А мы дополнительное образование считаемся школой искусств. Поэтому немножечко, хотя мы учимся по системе хореографического училища Селезнева, город Алматы, у нас вся программа соответствует, ну, как положено. А у нас все-таки детское учреждение, и мы берем, получается, 6 лет, это получается нулевка у нас, то есть предбалетный как бы класс, а с 1 класса ребенок, который пошел в 1 класс в школе общеобразовательной, и у нас он идет в 1 класс. Но это соответствует 7 годам, 7-8 лет. Иногда в виде исключения, если, предположим, не знал взрослый человек, родитель, что есть такая школа бывает, и он приводит немножко позже, мы смотрим, если ребенок соответствует всем критериям, данные у него неплохие, мы можем взять немножко постарше вот, в класс продвинутый, 2 там, ну, очень редко в 3. Но желательно брать в соответствии с возрастом, потому что у нас обучение идет не как в студии. Пришел ребенок, быстренько его поставили в танец, нет. У нас идет образовательный процесс. Каждому классу соответствует своя программа. И вот таким образом. Тамаша. Енді қыздармен жақынырақ танысқымыз келіп отыр. Жалпы қашаннан бері осы балетке қатысасыздар? Негізгі қызығушылық қалай артты? Қанша уақыт болып қалды? Мен жалпы 3,5 жаста балетке бардым. Мені мама әкелді. Тамаша. Мен 5 жасынан балетке келдім. Қалай қызығып едіңіздер? Қайдан көріп қалдыңыздар? Жалпы балет жайлы қайдан білдіңіздер? Ата-анаңыз, мүмкін себепші болған шығар. Адину не хотели брать. Адина ко мне попала, я ее не хотела брать. Это вот пример такого желания, настойчивого труда самого ребенка и родителя. И вот такая красавица выросла. Ой, қандай тамаша. Иә, ең бастысы балалардың ниеті, балалардың сондай бір биге деген құштарлығы өте үлкен әсер етеді кез келген баланың. Сондай талпынысы, ол бірінші келгенде көрінбегенмен, ол кейін өсе келе өздерін дәлелдеп көрсетіп шығады. Үлкен сахнада, өйткені бұлар сахнаға шыққанда сондай бір ерекше өздерінің қабілеті көрінеді. Олардың әрбір пуантада тұру, ол бақайдың ішімен тұру деген ол өте әдемі бір ерекше, оны түсінуде бір қабілет керек шығар. Сондықтан да біздің облыстық балет мектебіндегі әрбір өткізетін шаралардың бір жетістігі бар, нәтижесі бар. Сондықтан тек қана балалар Қазақстан бойынша емес, шетелдерде де болды. Біздің осы қаланың, біздің Қазақстанның ішіндегі барлық қалаларда болды десем де айтылады. Себебі үлкен республикалық дәрежедегі біздің балалардың жетістігі шынайы көрініп жатады. Себебі бұл тек қана кружок емес, бұл үлкен мектеп, білім алады. Арнайы білім алып, оқушылар бітірген кезде куәлік беріледі, мемлекеттік стандартқа сай куәлік қолдарына ұстатылады. Ол 7 жыл оқиды мектепті, сонан кейін ол кісілерге свидетельство береді, куәлік беріледі арнайы бітірген. Вот эти обе девочки собираются поступать, поэтому мы их пригласили с собой. Они профессионально пойдут уже. Ары қарай кәсіби түрде жалғастыру жоспарлап. Сахнада көреміз, сенеміз, себебі жетістігі үлкен бізде мектепте көрініп отыр. Керемет. Сәл сұхбатымызды тұрайық, сәлден кейін міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір өздеріңізге кезекті айдарымызды ұсынғымыз келеді. Жұма күні дәстүрге сай. Спорттағы соңғы жаңалықтар, тартысты бәсекелер, спорт ньюс айдарынан тамашалай аласыздар. Дәл қазір назарларыңызға спорттағы, додалардағы қорытындыларды, жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Спорт ньюс айдарын дайындаған әріптесіміз Ерасыл Кенжебекке алғыс білдіреміз. Осындай спорттағы додаларды бізге хабардар қылған
Ерасылға алғыс білдіреміз. Ал біз бағдарламамызды жалғастырайық. Енді кезекті сауалымызды қойғымыз келіп отыр өздеріңізге. Балеттегі арнайы би техникалары бар, иә? Солар жайлы толығырақ ақпарат беріп өтсеңіз. Вот вы правильно сказали, что техника в классическом танце особенная, и в этом и как бы и большая проблема, потому что не каждый человек сможет это сделать. Для этого нужны специальные физиологические и физические данные, об этом я вначале говорила, то есть пропорции специальные, потом так называемая выворотность, это когда ребенок может ножки поставить выворотно и удерживать их в этом положении. И вся лексика танцевальная, то есть все движения, она строится на этой технике, на особенной. Ну, все видели, как ходят балерины, да, вот как немножко на пингвинчиков похоже. Это очень тяжело, так скажем, да. Просто ходить тяжело, а выполнять движение в таком состоянии очень сложно. Это тренируется годами, но, во-первых, принято считать, что это красиво, это действительно красиво, поэтому мы терпим. Это неестественное состояние для человека. Обычный человек не ходит так, да, не танцует так. Но это особый вид искусства, поэтому он стоит поэтому особняком, так скажем, да, и считается образцовым, академический вид. И к тому же эту технику используют все остальные жанры и виды хореографии. В народном танце это используется, например, батман тандю, это умение вытянуть стопу, носочек, вот, это обязательно, чтобы стопа была оформлена. Также спина, красиво, когда народный танец, спина обязательно, они берут специально уроки для того, чтобы танцовщики народного танца могли себя держать на сцене. Поэтому техника классического танца, она нужна везде. Это основа, база. Основные принципы, еще раз повторюсь, классического танца – это прямая осанка и абсолютная выворотность. К этому мы стремимся. Ну, не у всех получается, но мы стремимся к этому. Да, керемет. Енді сәлден кейін біз әрине қыздардың әсем биін ұсынатын боламыз. Оған дейін біздің көрерменге Абай облысы Семей өңірінің тұрғындарына бір жүрек жар тілектеріңіз, сізге біздеріңіз болса, мархабат. Сонымен тамамдасақ. Жақсы, осындай біздің Абай облысында үлкен осындай балет өнерінің барына әрине біз мақтанамыз, қуанамыз. Сондықтан жалпы Абай облысының тұрғындарына осындай облыстық балет мектебіне келуіне шақырамыз. Себебі бұнда тек қана балет өнері болғаннан кейін пуантада тұру емес, бұнда сонымен қоса халық биі, заманауи би, барлық билерді қамтылған. Және нәтижесінде үлкен сахнада көрінесіздер, және нәтижесінде үлкен конкурстарға қатысып, шет елдерге баруға мүмкіндік алады балаларымыз. Және би мектебінен бізде барлық жағдай жасалған мектепте. Балаларға кіргеннен бастап өте таза мектепте. Және барлық полдарға жылы полдар салынған. Балалардың қауіпсіздігі барлығы сақталған. Сондықтан біздің облыстық балетке келулеріңізді шақырамыз. Бізді Инстаграм парақшасынан кез келген жерден табуға болады. Балет мектебі, балет скул деп жазсаңыздар, мектепке біз қошаметпен сіздерді қарсы аламыз. Келіңіздер, және барша Абай облысының тұрғындарын осындай Абай елінде тұрғандықтан сіздерді баршаңызды сондай мақтан тұтамыз. Осындай еліміз көркейе берсін, әрқашан елімізде тыныштық болсын. Енді Бауыржан Момышұлының бір сөзі бар: елім деп езіліп, жұртым деп жұмылып, қызмет етейік. Сондықтан осындай қызметіміз өркейе берсін, облыстық балет мектебі көркейе берсін. Ой, қандай тамаша. Тамаша айтқандарыңызға үшін көп-көп рахмет. Өздеріңізге алғыс білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге тамаша сұхбат болды. Өздеріңізбен жақынырақ таныс болған соң қуаныштымыз. Сәлден кейін қыздардың әсем биін ұсынатын боламыз. Сіздерге тек қана сәттілік тілегіміз келеді. Рахмет.
Қымбатты көрермен, біз осымен Елге сәлем бағдарламасын қорытындылаймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар дегіміз келеді. Дәл қазір өздеріңізге әсем тамаша бейнематериал ұсынайық. Осы би өнерінен алыстамаймыз. Би өнер асқан әдемділікті талап ететін ерекше өнер. Бүгінде би өнерінде түрлі ұжымдар бар. Солардың бір жайлы керемет бейнематериалымыз бар. Бірге тамашалайық.